Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді окрошка дайындайтын боламыз. Оған керек заттар: қияр, редиска, жұмыртқа, картоп, укроп, ет, айран, қаймақ және де майонез. Ендеше біз бастаймыз. Ең бірінші картопымызды төртбұрышты қылдыртып турап, оны үлкенірек ыдысымызға саламыз. Содан кейін жұмыртқамызды төртбұрышты қылдыртып турап салып аламыз. Ендігі кезекте редискамызбен қиярымызды теркадан өткізіп, оны ыдысымызға саламыз. Салып болғаннан кейін етімізді де төртбұрышты қылдыртып турап ыдысымызға саламыз. Ендігі кезекте укробымызды жіңішкелетіп кішіректеу қылдыртып турап ыдысымызға салып алғаннан кейін майонезімізден кейін сметана, яғни қаймағымызды, қаймақтан кейін айранымызды құйып аламыз. Айранымызды құйып болғаннан кейін суымызды қосып аламыз. Содан кейін дәміне қарай тұзымызды қосып араластырамыз. Міне араластырып болды, және де біздің окрошкамызды 1 сағатқа тоңазытқышқа салып аламыз. Сонда суық және де дәмі өте керемет болып шығады. 1 сағаттан кейін оны ыдысымызға салып құйып аламыз. Окрошка өте дәмді шықты. Жасап көріңіздер. Егер бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться етуді ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын.